Өзіңді жұрт сыйласын десең, алдымен өз-өзіңді сыйла. Әрекет етпей, арманға жетуді ойлау, егін екпей жатып, оны жинаумен тең. Адамға ақыл керек, іс керек, мінез керек. Жұрттың көбіне ақыл берілгенімен, жүрек бәріне бірдей берілмеген. Әлемнің өзгеруін қаласаң, сол өзгерудің алғашқысы өзің бол. Мұхитқа ұзақ қарасаң, адамдарды сағына бастайсың, ал адамдарға ұзақ қарасаң, мұхитты сағынасың. Өмірде қате пікір болмайды, тек біздің пікірімізбен сәйкес келмейтін пікірлер бар. Махаббатсыз өмірді есік сыртындағы желге теңеуге болады, ұстай да, сезе де алмайсың. Өзінің ақымақ екенін түсінген ақымақ емес. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге де күші жетеді. Егер үнемі шындықты ғана айтатын болсаңыз, сізге ештеңені есте сақтап жүрудің қажеті жоқ. Біреумен бақытсыз болғаннан көрі жалғыз жүрген артық. Өмірінде бір рет сатқындық жасаған адам екінші рет оны міндетті түрде қайталайды. Кітаптарды өртегеннен де ауыр қылмыс бар, ол оларды оқымау. Жай ғана қадам бас, жолдар өздері-ақ ашылып шыға келеді. Ешқашан құламаған адам ұлы емес, құлағаннан кейін қайта тұра білген адам ұлы. Мақсатыңа ұмтылу кезінде әлем саған қарай жылжиды. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіне сену. Аяғыңнан сүрінсең, тұрып кетерсің, тіліңнен сүрінсең, құрып кетерсің. Қыран құс желге қарсы ұшқанда ғана биікке самғайды. Өз-өзіңізді алдыға итермесеңіз, оны сіз үшін біреу істеп бермейді. Сіз жай тұрып, суға қарап теңізден өте алмайсыз. Уақытты босқа ысырап етпеңіз. Бір нәрсе бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес. Бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парызыңыз. Өзен ағысымен өлі балық қана жүзеді. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Жер бетінде ақымақтарсыз өмір сүру қызықсыз болар еді. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайда тұрып хақың бар жүгіруге. Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Қандай жағдай болса да, өмір тоқтап қалмайды, осыны ескеріңіз. Өзіңіздің істеріңізге өзіңіз сүйсініп қарайтындай етіп өмір сүріңіз. Егер сіз біреуге бірдеңе дәлелдегіңіз келсе, демек сол адам үшін өмір сүріп жатырсыз. Ал өзіңіз үшін өмір сүрсеңіз, сіз ешкімге ештеңе дәлелдемес едіңіз.